Қайырлы күн барша көрермендер. Бүгін мен сіздерге тоғызқұмалақ есебі бастаушы, қостаушыда қанша жүріс бар ойынын көрсетемін. Сіздермен бірге Нұржан Мырзашұлы. Осы ойынды ойнау үшін жүрістерді есептеу формуласын жатқа білу керек. Мына тапсырмаға қарайық. Мұнда бастаушының төртінші отауында 9 құмалақ бар. Бірінші бастаушы жүреді. Бізге төртінші отаудағы құмалақтарды таратып, бастаушы қостаушының жүрістерін есептеу керек. Төртінші отаудағы құмалақтарды жүретін болсақ, соңғы құмалақ қостаушының үшінші отауына түседі. Енді барлық жүрістерді есептейік. Бастаушының жүрістерін есептейік. Төртінші отаудағы құмалақтарды таратамыз. Бір жүріс болады. Барлық жүрістерді есептесек, 16 жүріс болады. Қостаушының жүрістерін есептесек, барлық жүріс 21 жүріс шығады. Келесі тапсырмаға қарайық. Мұнда құмалақтарды 9-шы отауға жинайтын болсақ, отаудағы құмалақтар санын 2-ден асырмау керек. Отауға 3 құмалақ салатын болсақ, жүрістер саны қысқарады. Құмалақтарды жүргенде отауда 1 және 2 құмалақ болу керек. Жүрістерді есептесек, бастаушыда 21, қостаушыда 20 жүріс шығады. Ал енді сіздерге бастаушы қостаушыда қанша жүріс бар ойынын қалай жазып ойнау керектігін көрсетемін. Мұнда 1-ден 9-ға дейін солдан 10-ға қарай қызыл түспен жазылған сандар бастаушының отау саны. Жасыл түспен жазылған сандар бастаушының құмалақ саны. 1-ден 9-ға дейін 10-нан солға қарай қызыл түспен жазылған сандар қостаушының отау саны, көк түспен жазылған сандар қостаушының құмалақ саны. Ойын шарты бойынша бастаушы қостаушының жүрістерін есептеу керек. Келесі сабағымда жүрістерді есептеу ойынын қалай жазып ойнау керектігін көрсетемін. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.